Қазақстандағы ұрық саудасы. Еліміздің түкпір-түкпірінде қаншама отбасыдан бір әкеден қаншама бала тағайындап отыр. Ертең ол бір-біріне үйленуі мүмкін. Жасырын түрде ұрық доноры болу құптала ма? Бағалар әртүрлі болады. 300 мыңнан бастап 500 мыңға дейін болуы мүмкін. Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде айтарым бар. Сіздермен бірге Майра Төлепберген. Ата-бабаларымыз салт дәстүрді берік ұстанып, жесірін қаңғытпаған, жетімін жылатпаған. Болашақ құдасымен ру сұрасып, жеті атадан аспаса балаларын үйлендірмеген. Осының бәрін қанның тазалық үшін, ұрпағының ақыл есінің дұрыс, денінің сау болу үшін жасаған. Бүгінде табиғи жолмен балалы бола алмай жүрген әйелдер белгісіз ер адамның ұрығын алып, жасанды жолмен бала көтере береді. Бұл үрдіс қалай жүріп жатыр? Қолдан балалы болудың құны қанша? Міне, осындай сауалға бүгінгі хабарымыздың сарапшыларымен бірге жауап іздейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермен, студия қонақтарымен таныстыра өтейік. Бүгін бізде студия төрінде Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Сырым Ертаев мырза. Қош келдіңіз. Экомед клиникасының бас дәрігері Жанерке Рахымбайқызы. Сәлеметсіз бе? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімі басшысының орынбасары Хасан Аманқұл. Қош келдіңіз. Айтыскер ақын Балғынбек Имаш. Және біздің тұрақты спикеріміз, уролог, андролог Ернұр Исабекұлы, дәрігер. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Құрметті көрермен, мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан Қазақстан бойынша аталық және аналық ұрықтың бірыңғай базасын құруды және бір реттен артық донор болуға тыйым салуды ұсынды. Депутат премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановқа осында депутаттық сауал жолдаған еді. Экранға назар аударсақ. Бізде заң бойынша 35 жасқа шейінгі ер адамдар аноним түрде донор бола береді. Дені сау, қол-аяғы балғадай, дене бітімі дамыған адам болса болды, генетикалық сараптамасы жақсы болса, аталық ұрығын тапсырады. Қанша рет тапсырады, оны өз еркі. Шектеу жоқ. Анкетада жүзі, бойы, салмағы, руы, мамандығы көрсетіледі. Каталықтан көңілге қонған адамды таңдап алады. Болды. Статистикаға сенетін болсаңыз, жыл сайын тек бір клиникада дәл осы жолмен 70 бала дүниеге келеді екен. Бұл ертең еліміздің түкпір-түкпірінде қаншама отбасыдан бір әкеден қаншама бала тағайындап отыр. Ертең ол бір-біріне үйленуі мүмкін, басқа болуы мүмкін. Мінеке, осындай сауал көтерілген болатын. Денсаулық сақтау министрлігі директоріне сүйенсек, соңғы 25 жылда 24 мыңдай бала эко әдісімен өмірге келген. Олардың 120-сы ғана донордың ұрығы арқылы туған, ол үшін 100 ер адамның ұрығы қолданылыпты. Біз студиямызға Бекболат Тілеухан ағамызды шақырған едік, алайда ол кісі келуден бас тартты. Енді сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Құрметті Сырым мырза, статистиканы тыңдап отырсыз. Еліміз бойынша донор болған 100 ер адамның ұрығы қолданылған екен. Осыған қатысты не айтасыз? Әрине, енді мына үлкен біздің дәстүрімізге сыймайтын, біздің ата-бабамыз осындай үлкен бір рухани құндылықты тапсырып кеткен дәстүрімізге сыймайтын нәрселер біздің елімізде үлкен бір үдеу алып жатыр. Әрине, бұл дұрыс емес. Біздің өзіміздің кішкентай кезімізден ауылдан өскен кезде де міндетті түрде ерлі-зайыптарды көріп, апаларымыздың, ақжауқты аналарымыздың айтып өткен ертегілермен өскен болғандықтан, бұндай нәрсеге бұл тексіздік алып келеді деді. Тексіздік ертең опасыздық алып келеді деді. Опасыздық ертең сатқындық алып келеді. Сондықтан бұл нәрсеге біз енді ел болып, дұрыс көзбен қарап, бұл нәрсеге яғни бармау керек. Бұл нәрсені салдыртып, бала таппау керек. Бала табу деген нәрсе ол үлкен жауапкершілік. Ер адамды өсірсең, азамат тәрбиелейсің дейді. Қыз баланы өсірсең, ұлтты тәрбиелейсің дейді. Сондықтан біздің қазақ елі дәстүрімізде қыздарды өте қырық үйден тиіп тұрып, жақсылап тұрып тәрбиелеген, қараған, оны құрметтеген. Сондықтан бұл нәрсені жиі үдіске алып кете беретін болса, ертең біз тексіз ұрпаққа айналып кетуіміз мүмкін. Түбегейлі тыйым салыну керек дейсіз. Түбегейлі тыйым салынуға енді ол өте қиын мәселе болып тұр. Негізі тыйым салыну керек. Өйткені бала табудың жолдары көп қой. Жолдар көп болған кезде бала тапқысы көтермейтін болса, бала асырап алу жағы да бар. Ол бізде жетімін жаңа жылатпаған деп өзіңіз айтып өттіңіз. Сол жағын қолдануға да болады. Бірақ енді отырарды алтай алмай жатқан кездегі ханымыздың айтқаны, опасы жатқан сатқындыға айтқаны, оның әкесіне айтқан сөзі. Жыланнан жылан туса таң қалмайды, құланнан құлан туса таң қалмайды, бірақ сұңқардан қалай жылан туылды деп. Ол да сатқындық, опасыздық. Бұл ертең біздің ата-бабамыз
әз тәуке ханымыз мысалы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын бәрін үрдіске алып отырып, билермен ақылдасып отырып, жеті жарғының ішінде не шығарып берді бізге? Бұның неке туралы баптары да бар. Оның ішінде жастарды, ұрпақ сүюді бәрі көзделіп қаралған. Енді соған біз аяқ астығып таптайтын болсақ, яғни біздің рухани құндылығымыз қайда? Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген нәрсесін жұрт түсіне алмай қалатырмыз біз. Кей кезде ымдағанда түсінбей қаламыз біз. Түсінуіміз керек, осы жерде рухани құндылықты, рухани жаңғыруды осы жақтан да алуымыз керек. Рухани ұрпақты сүюіміз керек. Келешек солып жатқан Нұр-Сұлтан қаласы, Түркістанымыз қандай түлеп жарқырап жатыр. Оның бәрі қандай ұрпаққа қалады? Сондықтан да текті, мықты. Дұрыс айтасыз, Мырза. Бүгін бізде студияның төрінде Экомед клиникасының бас дәрігері Жанерке Рахымбайқызы отыр. Жанерке ханым, біз басын ашып алайық, иә? Эко тәсілімен дүниеге бала келу және ұрық саудасы дейге, ұрық доноры болу арқылы сәби сүю. Екеуінің айырмашылығын айтып бере аласыз ба? Әрине, көпшілік біздің халқымыз дұрыс түсінбейді. Жасанды ұрықтандыру, эко деген экстракорпоралдық ұрықтандыру, жасанды ұрықтандыру дегеніміз, бұл міндетті түрде донормен, ұрықпен жасау емес. Бұл ерлі зайыптылар, енді біздің қазіргі кодексімізде халқымыздың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесінің кодексі бар ғой. Одан ара біздің министрліктің екі бұйрығы бар, 236-шы, 272-ші бұйрықтар бар. Осы қосымша репродуктивтік технологияларды қолдану дегеніміз. Яғни біздің елімізде осы қосымша репродуктивтік технологиялардың барлық түрі осы заманды түрде берілген жасауға болады. Демек, ол некелі екі адамның арасындағы эко тәсіл арқылы ұрпақ сүю. Ал ұрық доноры үшін? Ал ұрық доноры дегеніміз бір көбінесе бір қиыншылық, аналық безінің әйелде болмау, немесе жасанды түрде оны алып тастау, немесе мынау, Құдай сақтасын, енді мындай онкологиялық процеске ұшыраған кезде оны радиологиялық күйдіріп, сонда аналық безінің жұмысы тоқтап қалған, өзінің ұрығы болмаған жағдайда, ол ана болғысы келсе, осы кезде осы жасанды ұрықтандыру жасап, оның үстіне донорлық oocyte дейміз, аналық безін, аналық клеткасын алып, ана болады. Енді біз түсінеміз, бұл генетикалық өзінің ұрпағы болмаса да, бұл әйелінің 50% бұл жолдасыныкі болады, 50% енді донорлық oocyte болады. Алайда өзі көтеріп, өзі 9 ай ішінде құрсағында оны енді күткеннен кейін, туғаннан кейін, ертең тәрбиелегеннен кейін, әрі өзінің баласы ол жақын болады. Бұлында тұрған ешқандай қарсы көрсеткішілік жоқ. Жанерке ханым, сіздердің клиникаға ер адамдар, ер азаматтар, біз ұрық доноры болғымыз келеді, ол үшін бізге ақша керек деп қаншалықты жиі келіп тұрады? Енді осы ұрық тапсырып, ақша көзін осы бизнеске айналдырып отырған ер азаматтарымыз, қыздарымыз бар деп айтуға болмайды. Бұл кісілерді енді әр қолдарынан келгенше мүмкін көмек жасап, мүмкіншілік беріп жатыр, өз еріктерімен келеді. Әрине, онда үлкен ақша табады деп айта алмаймыз. Бір тапсырғаннан, бір шауқаттың енді бір порциясынан 3 порцияға дейін тапсырса, ол әрі кеткенде 50 мың теңге ақша алатын шығар, 75 мың теңге әрі кеткенде алады. Оған енді ол үлкен ақша деп айта алмаймыз. Жастар енді көп келмейді, бірақ та бар ішінде. Жаңа біз эфирден тыс екеміз әңгімелесіп тұрған кезде, Жанерке ханым, сіз айтып қалдыңыз. Қазір ер азаматтардың 100 ер азамат келіп ұрық донорын болғысы келсе, 100-ның 10-ның ғана ұрығы сапалы дедіңіз. Қалғаны сапасыз. Қалған сапасыз. Өйткені біз неліктен айтамыз сапасыз деп, бұл ұрықтық донорды алу үшін өте қатты тексерістен өтеді. Басынан аяғына дейін сол тексерісті 3 рет өтеді. Бірінші тапсырғанда 3 айдан кейін, 6 айдан кейін. Яғни мынау ұрықты алатын ерлі зайыптылар, олар толығымен куә болу керек. Яғни донор таза екен, ауырмайтын. Сондықтан да ол барлық қанның анализін, СПИД, ВИЧ дейміз, РВ, гепатит, барлық анализдерді толығымен тапсырады. Инфекцияларға, жынысшылдармен берілетін. Сол анализдерден көбінесе көбі өтпей жатады. Сонда 100 жігіт тапсырса, оның 10-ның ғана ұрығы сапалы болып тұр ғой. Сол 10, енді әрі кеткенде 20-сы сапалы деп айтуға болады. Жақсы. Байланыста көрермен бар екен, қосып көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе?
Байланыс нашар секілді, е? Қалай естіліп тұрмыз? Байланыс нашар секілді, ал біз жалғастырайық. Жанерке ханым, ер азаматтарымыздың жаңа айтып отырсыз, донор болуға өз еріктерімен ниетті. Ары кетсе, сол донорлығына бір 50 мың теңге төлейтін шығар. Бұл сумманы кім бекітеді? Денсаулық сақтау министрлігі ме, жоқ әлде әр клиниканың өзінің жаңа прайс бағасы бар ма? Біз енді біздің елімізде экстракорпоралдық ұрықтандыру жасайтын клиникаларды қосылып, ассоциация дейміз, дәрігерлер ассоциациясы бар. Одан басқа біздің елімізде ең басты репродуктолог деген министрліктің маманы бар. Әрбір клиника енді ақылдаса отыра шамамен сол 25 мыңнан 50 мыңға дейін ақшаны тағайындаған. Әр клиника өзі шешеді, бірақ та шамамен алғанда орташа осы баға. Рахмет. Жанерке ханым, Балғынбек мырза, бұған деген қан доноры болу деген естіп жүретінбіз, е? Қан керек болып жатыр, ана топтың қаны, мына топтың қаны деп. Жаңа Бекболат ағамыздың да сөзін тыңдап отырсыз. Қандай ой қосасыз? Қазақта қанмен келген, қанмен кетеді деген сөз бар. Біз өзі бала деген, баланың бүкіл қасиеті, болмысы, мінез құлқы қайдан шығады деген кезде атаның қанымен, ананың сүтімен беріледі дейміз. Ананың сүтінің өзі қан. 62 тамыры иіген кезде, жаңа тамырдағы қандар сүт аналық бездеріне келіп, сүт бездерімен аппақ сүт болып шығады ғой, негізі қан ғой ол да. Сондықтан да шариғатымызда егер бір бала бір ананы еметін болса, ол бір ананы емген адамдар да бір-бірімен бауыр болып саналып кетеді. Сондықтан да қан деген үлкен маңызды нәрсе. Қанына тартпағаннан қарысынсын деп қазақ тегін айтпайды ғой. Сондықтан да бұл рұқсату деген шариғатымызда мақұлданбайды. Біріншіден ол зина болып табылады. Өйткені екі адамның қаны қосылып дүниеге сәби келу үшін олардың арасында міндетті түрде Алланың рұқсат етілген некесі болу керек. Бұл жерде неке қиылмайтын болғаннан кейін рұқсату деген мен білмеймін. Ұлтты сату рұқсатудан басталатын шығар. Өйткені сен өзің қаныңды сатып атсың. Біз жетімдерімізді шетелдер сатып алып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр дейміз. Сен жетім қылмай өзің ұрығыңды, өзің балаларыңды сатып атсың ғой. Ол 50 мың теңге бола ма, ол 75 мың теңге бола ма, оны аз деп қарамау керек. Қазір мынау елдің бәрі кредитқа батқан кезде, қай жерден ақша табамын деп жүрген кезде 50 мың теңге үшін несін болса да кейбір маған әлеуметтік желіде әртүрлі адамдар хабарласады жекеме. Ой, ақшадан қиналып жатырмын, кредит жаба алмай жатырмын, бүйрегімді сатқым келеді, бірдеңкемді сатқым келеді, қандай органымды сатып алатын адам бар, маған не тауып беріңізші, клиент тауып беріңізші деп. Не болды сонша, не көрінді десем, анда кірдік, мында кірдік, қарыздандық, үйтіп бүйтіп деген сияқты. Сондай әлеуметтік бір қиыншылықтан, қарызға батқан, қиындық көрген адамдардың бәрі қазір не болса соны сатуға дайын тұр. Сондықтан да бұл жерде оның бағасын айтудың өзі оған реклама, жарнама болып кетеді. Сондықтан керек емес. Ол 50 мың теңге, 75 мың теңге деген біреуге ақша емес шығар, ол түкке тұрмайтын ақша шығар. Бірақ біреу үшін ол үлкен ақша болуы мүмкін. Сондықтан да жалпы шариғатымыз бұған қарсы. Біз егер ұлтымызды сақтаймыз десек, мемлекетімізді сақтаймыз десек, ертең осы мемлекеттен үдере көшіп шетелге кетіп қалатын адамдар, болмаса отаны қиын жағдайға түскен кезде оған жаны ашымайтын ұрпақ дүниеге келетін болса, ол сөйтіп некесіз, былай шата дейді ғой дінімізде, сондай туған ұрпақтың кесірінен болады. Ал ата тегімен тектілікті сақтап, бабаның қанымен, ананың сүтімен, ананың сүті арқылы бүкіл ана тілін, дәстүрін, салт санасының бәрін бойына сіңіріп, атаның қанымен батырлықты, ерлікті тұғыр еткен адамдар, ол отаншыл болады, мемлекетшіл болады. Бізге сондай ұрпақ, сондай қауым қалыптастыру үшін біз мұндайдың бәріне тыйым салуымыз керек. Байланыста көрермен бар екен. Сәлеметсіз бе? Да. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдеміз. Сәлеметсіздер ме? Мынандай ұрық саудасы дегенде ата бабамыз қазақ мынандай нәрсені істемеген. Ал енді сіздер мына айтып отырған анау екі істеген қызымыз ба, қарындасымыз ба, ұрық саудасы дейді. Бұл деген естіген құлаққа масқара. Егер де біздің ата бабамыз осындай істейтін болса, біз дүние жүзінде 9-шы орын алмас едік. Бұрын біздің жеріміз 5-ші орында болған. Біз ол жерді қуалап отырған жоқпыз. Ал енді айтып отырсыздар, сіздер ана жерде ойбай ана екі деген бұрында болған, ол қызға 40 жерден тыйым салып, пәк қыз алған. Ол сол екінің көкесі сол. Көрдіңіз бе міне? Ал енді сіздер мұны не деген сұмдық? Жер жалға берілсе, ананың жатыры жалға берілсе, мынандай масқараны тоқтатыңыздар. Мынау Құранда да бұндай нәрсе жоқ. Өйткені біздің қазақ ата баба қазіргі тілмен айтсақ 145 балды тапсырған, біз айтқанда бет алған қазақ
4 алған араб, 3 алған түрік мемлекеті. Оған қандай дәлелің бар? Жеріміз дәлел, ішіміз дәлел. Жаңа анау кепте отырған азамат жақсы айтты. Отырғанда біз бұған қазақ болатынбыз. Енді апарып оны өз туған баласы жауап бере алмайды. Маған де қарындастарымыз білместіктен айтып отырғандар. Мінекей, тіпті бүгінгі тақырыптың өзі көрермендердің ашуын туғызып жатқан секілді, бірақ амалсыздан осы әрекетке барып жатырмын дейтіндер де бар ғой. Олардың да пікірін біз бағдарлама соңына дейін тыңдаймыз. 5 жыл бойы бала көтере алмаған қоғам белсендісі ұрық донорлығының маңызы бар дейді. Оның бұлай деуіне не себеп? Жауабын жарнамадан соң білеміз. Арна қосулы болсын. Құран харам деді ма, Алла тыйым салды ма, ол басыма түсті ма, қайда түсті ма деген келіп ер азаматтардың беспо дегенде көзін түсіріп жылап отырғанда жүрегің ауырады. Сол кезде осындай бала жылатпасына қандай кепілдік бар? Ол баланың өз баласын, өзінен туған баланың қазір өз балаларынан жылап отқан ата-аналар өз былай. баласын өз әке-шешесі асырап көмектесіп отырғанға тоже кепілдік жоқ ешқандай. Рекламада неміз шығарып алдық, ә? Жақсы, біз құрметті көрермен тікелей эфирдеміз. Айтарым бар, белсенді болыңыздар, байланысқа шығыңыздар. Жаңа Жанерке ханым айтып отыр, басыңа түспесе, бұл жағдайды түсіну қиын. Қазір бәріңіз осы үрейленіп қарсы шығып жатырсыздар деп. Қанша жасқа келсе де анализі жаңа нөлді көрсетіп тұрған, бірақ бала сүюді аңсайтын ер азаматтар келіп, көз жасын көл қылып отырады дедіңіз. Әрине, мен 15 жыл осы салада, осымен айналсам, жанұяны жоспарлау, қалалық жанұяны жоспарлау орталығының бас маманы болып істедім. Қазір Экометтің бас дәрігері болып істеймін. Осыған жанұя жас орталау келеді. Ерлі зайыптылардың жастары да бар, 25-30 жастағы да. Ол туа біткен гормоналдық бұзылыстарға байланысты. Немесе бір менің 2 пациентім болды, аварияға түсіп, осы ер азамат аварияға түсіп, осы авариядан кейін осындайға ұшырап қалған. А-спермия дейміз, азооспермия, мүлде шауқатты сперматозоидтың болмауы. Осы кезде енді донорлық ұрықталмағанда не істейді? Бала сүйгілер келеді, бала асырағылар келеді, оларды бақытты болғылар келеді. Сондықтан да біздің арамызда студияның төрінде уролог-андролог біздің Ернұр мырза отыр. Неге сапасыз деген сұрақ туындайды? Ер азаматтарымыздың ұрығының сапасы неге төмендеп кетті деген. Сізге де келетін қаншама азаматтар бар ғой. Қандай көрсеткіш, қандай статистика? Енді былай медицинаның жетістігіне, әрбір жетістігіне біз қуану керекпіз да. Мынау экоцентрлар бізде ашылып жатыр. Оған да біз қуану керекпіз. Себебі қаншама мысалы отбасылар, бала көтере алмай отқан отбасылар бар да. Бұның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар да, екінші жағы. Енді экоцентрлар көптеп ашылып жатқаны бізде уже қынжылту керек та. Неге ол көптеп ашылып жатыр? Сұраныс болмаса, ұсыныс болмайды. Яғни оларға сұраныс болып жатыр деген сөз. Яғни ол клиникаларға адамдар барып жатыр деген сөз. Бүткіл клиника болсын, қазіргі магазин бәрін жұмыс істеуіне осы қарапайым халық, сол халық бармаса ол жақта, ол клиникалар өзінен өзі жабылып қалатын еді, өзін ақтамай. Сол үшін ол клиникалар көптеп ашылып жатқаны, значит ол жақта адамдар көптеп барып жатқаны да. Ал енді неге адамдар көп барып жатыр? Қазіргі кезде ерлердің, мынау айтып жатамыз осы, нелері алдындағы мысалы недеді айтқан мен сперматозоидтардың нормасының өзі еркектерде төмендеп келе жатыр. Жылдан жылға, яғни осыдан 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін, 50 жылдан кейін не болатынын біз білмейміз. Но алдыға қарай өтетін болсақ, статистика бойынша осыдан 100 жыл бұрын бізде сперматозоидтардың, еркектерде сперматозоидтардың ұрықтың нормасы 20-30 есеге көп болған. Қазіргі мысалға айта кететін болсақ, 1938-40 жылдары ұрықтың нормасы 160 миллион болған. Қазіргі кезде 2010 жылғы статистикада ұрықтың нормасы 20 миллион. Енді қараңыз қанша есеге төмендеп отырды. Кей кезде қазіргі мынау былтырдан бері бізде президентіміз неге квота берейік деп, квотаның санын арттырайық деп, жаңа эконың нелердің квотаның санын арттырды ғой. Содан бері қазіргі кезде өте көп жігіттер, жас жігіттер хабарласады. Анализімді көріп беріңізші, экоға жарай ма?
мен анализін көремін да айтамын, экоға жарайды. Бірақ мына жерде емдесе де болады десем, олар айтады, жоқ, мен эко жасай берем. Себебі қазіргі жастар, қазіргі жігіттер жеңіл жолды іздеп тұр да. Мен айтамын, бұл жерде жарайды, сен қазір емделесің, осы жолы эко жасайсың да, ал келесі жолы уже экоға да жарамай қалуы мүмкін бұл анализің. Сол үшін мысалы бір баламен тоқтап қалмайсыз ғой, 2 бала, 3 бала керек болса, онда қазірден бұл анализді емдеу керек. Бұл жерде ретке келтіру керек. Сол үшін ретке келтіру керек. Жақсы, рахмет өзіңізде Ернұр мырза. табиғи жолмен көтеріп қалуыңыз да мүмкін. Рахмет. Бүгін біздің студиямыздың төрінде қоғам белсендісі заңгер Айшат Уәлиолла келіп отыр. Айшат ханым, төрлетіңіз, сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Әңгімемізді тыңдап отырсыз. Сіздің осы ұрық донорлығына қатысты көзқарасыңыз мүлдем басқа, құптайды екенсіз. Неге? Сөзімді әріден бастасам, мына жердегі көбісі ер адамдар отыр. Ер адамдар, өкінішке орай, кешіріңіздер, ана болу бақытын қандай екен білмейді. Ер адамдарға жеңілдірек, бір әйелге үйленесің, көтере алмады ма, талақ дейді да, екіншісін алады, үшіншісін алады деген сияқты да. Мысалы, қазір бар ғой, екі семья асыра отырғандай. Енді әйел адам сүйгеніне қосылды, 5 жыл болды, 7 жыл болды. Әйелден 5 күні. Ер азаматтан мысалы айтарлық та, ұрығының қауқары төмендеу. Сонда әйел адам не істеу керек? Отбасының бақыты үшін біріншіден, екіншіден өзі атану, асырап алған бала өлек болады. Өзі босанып, өзінің құрсағында бала көтеру. ұстап, баланы сезініп, тепкенін, жаңа баламен сөйлесіп, ана бақытын сезіну, босану деген мүлдем бөлек болады. Сондықтан да меніңше эконы қолдау керек. Қазір бүкіл әлемде де қолға алып жатыр ғой. Мен мысалы өзім бірнеше жыл бойы бала көтере алмадым. Эко жасаттыңыз? Жоқ, эко жасатқан жоқ. Бір Алланың қарасқаны шығар. 5 жылдан кейін көтеріп балалы болдым. Бірақ босанғаны, қуанғанымды қайтейін, мойындамай қойды. Осынша баланы күткен еңбегіме жарайды, мен өзім ана болуды армандадым, өзім үшін босанам деп, қазір дүниеге келдім. 11-де қызым керемет бақытты өмір сүріп жатыр. Қолдау себебі неден? Мен өзім, мысалы, ерлі зайыптылар болса, бірінің ұрығын бірі қалып, қолдану, жаңа суррогатный мать қолдану арқылы босану деген сияқтылар болатын шығар. Оған да қолдаймын. Мүлдем тұрмысқа шықпаған, мысалы, карьерада жүріп қалған. Қазір жасы 30-тың үстінде 40-қа келді. Одан бауырлар жоқ, үйіндегі бір бала. Ондайларға қателік. Сіз экоға қарсы емессіз, біз де эконы құптаймыз. Заңды, некелі, екі жұптың арасында медициналық дамыған деңгейіндегі көмекті. Тақырып бізде әзір экоға ауысып кеттік. Ол ер зайыптылардың арасында эко мәселесі, ол медицина дамып жатыр, оған біз құптаймыз, молодцы, жарайды, дамыта берсін, зерттесін. Но ерлі зайыптылар, олар білет туылған бала, әкесі кім, шешесі кім екенін. Болды, оны дамыта берсін, оны қос қолдап қолдау керек. Ал анкетаға қарап, руы Найман екен, бойы 180 екен, қараторы екен, мынандай екен деп таңдап, ұрық донорын алып, Жоқ, мұны ұрық донорын алып, бір жаңағы дұрыс айтып бұл кісі, 100 еркектікі не деген біз майдаланып кеттік еркектер, оныңқы аяқ жарайды. Біз майдаланып кеттік, сәпсеме берді жауапкершілік ер адамдар да бұл жерде. Енді көтере алмаған көп қыздарды айтып жатыр. Өз жерде еркектердің денсаулығының арқасы деп те ойлаймыз. Енді қараңыз, ер адамның мақұл оның қабылдап алды. 10 қызға салыла ма бір ұрықты? Бір ұрықтық, қанша? 10-нан артыққа салынбайды. Енді 10 қызға салынды деген сөз. 10 әйелге. 10 әйелге. Ол әйел, еркек, мысалы, өткізген еркек, 10 әйелді танымайды да, білмейді да. Кетті сонымен. Енді ар жағын енді өте қиын. Ертең біз ата бабамыз осындай керемет тастап кеткен дәстүрін бытшытын жарайын деп тұрмыз да. Ата заңымызбен бір-біріне үйленіп кетсеші. Екеуі бір-біріне кейін ғашық болса. Екеуі бір-біріне ғашық болып қалса, өте қауіпті дүние ғой. Өте қауіп, ертең біз оған... Бұл екі үші болғанмен таяқтың бір үші жеке адамға тиетін, бір үші бүкіл ұлтқа тиетін мәселе болып тұр ғой. Статистика бойынша сіздер білулеріңіз керек. 10 ұрықты салғанда 3
3-тен артық бала тумайды. Біз 10 қатынасты жыныстық болғанда 10 рет бала көтереді деген статистика жоқ. Естественный өзі жыныстық қатынасқа түскенде 15-20% жағдайда ғана бала көтереді. Ал экстракорпоралдық жасанды ұрықтандыру кезінде 20-23%-дан артық статистика жоқ. Сондықтан да 10 балаға салған кезде әйелге, онда әзер кеткенде 3 әйел содан бала туады деген статистика. Дұрысыңыз. Құрметті студия қонақтары, бізде бейне жазба экранға назар аударсақ. Мысалы, жалғыз басты ана, бала көтере алмай жүрген, осы сіздердің орталықтарыңызға келіп, ұрық доноры арқылы бала көтергісі келсе, ол қандай қадамдар жасайды? Енді ең бірінші қадам бізде әйелді зерттеу. Донорский программаларды аталық ұрықты айтам. Немесе өзінің бір жақын досы болсын, донор ретінде кімді әкеледі болады. Немесе біздің банктен донорский сперманы қолдануға болады. Бұлай донорский сперма десек, ол анонимный программалар, ол жігітті әйелдер көре алмайды, таныса алмайды. Мысалы, әйел адамның ұрығын айтсақ, донорствоны олар таныса алады, сөйлесе алады. Анонимность, уровень конфиденциальности өздеріне байланысты, как они хотят. А ұрықты шашы, көзі, мұрны, құлағы, бойы, салмағы, қай жер жұмыс істейді, қандай оқу бітірген, қандай елден шыққан, қазақтарымыз оны руын жазамыз, қай қалада тұрады, неше баласы бар, семьясында өзін туған ағайындар неше балалы үйден шыққан деген сондай подробный информациялар болады. Біз қазақ енді жеті атаға қараймыз ғой, ал жеті атасымен жазылмайды ғой, тек қана жалпы өзінің руы ғана жазыла ма? Енді жағдайлар әртүрлі болады. Қазіргі жастар енді жеті аталарын біле қоймайды. Кейде сұрағанда білетін болса, біз жазамыз, анкеттің ішінде жазылады. Бірақ енді жаңа айттым ғой, донорлар 35-ке дейін болады. Бұлай қарасаңыз жас қой енді. Олар ондаймен қатты қызықпайды. Біледі енді атасының руын, папасының руын, атасының руын, қалған оны көбісі біліп жатпайды. Енді білгенше жазамыз. Ұрық донорының көмегіне көбінесе жалғыз басты әйелдер жүгініп жата ма, жоқ әлде ерлі зайыпты жұптар жүгініп жата ма? Көбісі, конечно, басы жалғыз келіншектер жұмысады. Жалпы ерлі зайыптар болғанда, олар андай донорский сперма банктен сирек алады. Олар в основном ағайындардан алады. Ұзын күйеуінің, мысалы, туған ағасы, інісі, көп балалы, енді қазақтар көп балалы үйлер ғой, в основном сол өзін тұқымнан алып келеді. Мінеки, құрметті көрермен, бәріміз куә болдық бұл бейне жазбаға. Хасан Аманқұл мырза, жалғыз басты әйелдердің өз үшін балалы болуы, жалғыз қалмайын болашақта, өзім үшін бір бала туып алайын деп осындай банкке барып сауда жасауына қалай қарайсыздар? Жалпы дін не дейді бұл тұрғыда? Бұл жерде бірінші мынау ұрық саудасына тоқтала кетсек, жалпы бұл шариғатта тыйым салынған. Шариғатта дұрыс сауда және дұрыс емес сауда түрлері бар. Мынау жалпы адамның ағзасы, тіпті шашты да сату, шаш немесе бір денесін сатуға тыйым салды. Өйткені Алла Тағала адам баласын құрметті етіп жаратты. Адам және адамның ағзасы ол мүлк емес, тауар емес, сатылатын зат емес. Міне осы тұрғыда шариғат қандай да бір адамның несін сату, ағзасын сату, бұл харам деп есептеді. Ал енді жаңа айтылып жатыр, егер бір кісі мысалы донор ретінде өзінің ұрығын сатып жатқан болса, ол енді 50 мың алама, 75 мың алама, сол ақшасы оған харам. Оны қолдану оған харам болып есептеледі. Сондықтан міне осы жағдайды әрбір донор болып жатқан мұсылман адам білу керек. Екінші мәселе, енді мынау Алла Тағала пендесін мына Құран кәрімде айтады, мал мүлікпен, баламен сынайды дейді. Біреуді кедей қылады, біреуді бай қылады, біреуді ауру қылады, біреуді мүгедек қылады. Біреуге Алла Тағала бала береді, біреуге бала бермейді. Сол бала берсе де, ол оны тыңдамайтын сондай бір бұзық бала болып шығуы да мүмкін. Міне сондықтан бұл мәселеде мұсылман адам жалпы бұл дүниемен өмір сүрмейміз. Бұл дүние өткінші дүние. Бұл осы істі шариғат шеңберінде болса, ол құпталады. Жаңа біз айтып жатырмыз, егер екі некелі
ерлі зайыптылардың арасында егер балалы болып жатқан болса, бұл құпталатын жағдай. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, емделіңдер дейді. Бірақ сол емделу жолы шариғат шеңберінде болу керек. Ал егер шариғатты аттап, егер осындай күнә жолмен, шариғатта тыйым салынған жолмен егер осыны жүзеге асыратын болса, ол ақыретте мен Алла Тағаланың алдында қалай жауап беремін деп ойлау керек. Сондықтан егер Алла Тағала әрқандай бір жағдайды қарастырды шариғат шеңберінде, егер жолы болмай жатыр, міне осы жерде бәрін қойып, сол жаңа біз айтып жатқан тыйым салынған жолға баратын болса, бұл жерде сол істі істегеннен сол бедеу баласыз өткен әлдеқайда мұсылман үшін абзал, жақсы. Өйткені бұл дүниеде ол баласыз болса, ақыретте одан да жақсы көп нығмет берілуі мүмкін. Дұрыс айтасыз аға, рахмет. Біз бұл ойымызды жалғастырамыз, құрметті көрермен. Ұрығын сатқысы келетіндерге талап қандай? Сауалнамаға руы, шашының түсі жазылатыны рас па? Ол қаншалықты қажет? Жарнамадан соң білеміз, алыстамаңыздар. Мысалдары көп. Медицина дамымаған заманда менің баламды да алып таста, бір киста бар, қасында бірдеңе бар деген, туды 7 баламды Аллаға шүкір 12 жыл. Дамымаған заманда солай болды. Қазіргі кезде осы ішінде тағы бір киста бар, баланың қасында бірдеңке бар, сірдеңке бар. Сүріңдер алдыртсаңдар деген кезде сап-сау бала туды. Кейбір кезде алып таста деп дұрыс айтпайды. Сондай үміт етеді ғой. Өз дәрігерлеріме сеніп отырмын. Мен оны басқа сіздің жағдайыңызды білмеймін, сондықтан айта алмаймын. Жоқ, соны айтып отырмын. Енді медицинада қателесетін кезі болады ол. Құрметті студия қонақтары, біз тікелей эфирдеміз, бұл айтарым бар және байланысқа шыққысы келетін көрерменімізді қосайықшы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім? Қай қаладан? Жазира, Ақтаудамын. Ақтау қаласынан? Иә. Қуаныштымыз, даусыңызды қатырақ шығарып сөйлесеңіз? Иә, сәлеметсіз бе? Айта беріңіз. Тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Иә, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Жанна болады. Жақсы, Жадыра. Иә, Ақтау қаласынан. Мен деген жаңағы өшірдегі кісі, депутат кісіге, кімге бәрінде сұрақ қойып келеді. Мысалы, бала асырап алу үшін бізге жеңілдіктер бола ма екен? Өзіңіздің бала шағаңыз бар ма, Жадыра? Менің бала шағам жоқ. Жасыңыз нешеде? 45-темін. 45 жаста. Сіздің сұрағыңыз дәрігерге тағы бір қайталасаңыз? Бала асырап алуға қандай жеңілдіктер дейді? Бала асырап алу үшін бізге қандай көмек болады? Бала асырап алу. Бұл жерде бала асырау емес қой, Жадыра? 45-те. Мен деген ел қоғамына, медицина қызметкерлеріне өте көп рахмет айтамын. Жадыра ханым, жақсы, бұған дейін де балалы болу амалдарын, тәсілдерін көрдіңіз бе? Иә, әрине, мен деген 8 рет eko жасаттым. 8 рет. Нәтижесі болды ма? 8 рет eko жасаттым. Нәтижесіз болды, иә? Нәтижесі болды, бірақ өлі тудым. Енді жаңа осы жерде бір өте үлкен бір проблемалы сұрақтар болды. Мысалы, бала асырап алуымызда болмаса деген сөз. Солай ғой? Нәтижесі. Жақсы. Рахмет, хабарласқаныңызға көп рахмет. Жергілікті әкімдіктерге хабарласып, бала асырап алу мүмкіндігі туралы сұрақ қойып жатыр екен. Сүйінші жағалыңыз көп болсын. Ал біз жалғастырамыз, құрметті көрермен. Экранның төменгі жағында біздің телефонымыз көрсетілген. Байланысқа шығыңыз, белсенді болыңыз. Ал біз жалғастырайық. Ернұр мырза, өзіңізге де сұрақ туындайды бұл ретте. Жаңа айтып жатырмыз, сапасыз, өзінің денсаулығына бейжай қарайтын азаматтардың санының артқандығы. Өткен жолы бір сұхбатымызда айтып қалдыңыз. Қазір бұл сырқат тіпті жас талғамай кетті, жасарып кетті деп айтып қалдыңыз, иә? Сізге келетін жастардың дені қанша жастан басталады? Осы проблемамен. Қазіргі жас үйленіп жатқан 18-20 жасар балалардың өздері, жігіттердің өздері отбасын, жаңа үйленгеннен кейін, бір жылдан кейін отбасын көтере алмай келіп жатқандар өте көп. Мен мысалы бағанағы нені айтамыз ғой, үйленбеген жаңағы жасап жатырмыз, жаңа донорлық ұрықты алып жасап жатыр дедік қой. Оны мен айтпай қойғанда,
қазір отбасы, жас отбасының өздері сол неге донорлық ұрыққа қолданып жатқандар бар да. Неге, қалай олар қолданып жатыр? Мен постоянно жүрген жерде айтып жүрем да, қазіргі кезде балаларды туылғаннан бастап уролог, андрологқа көрсету керек. Себебі қазіргі кезде өте үлкен проблема. Жаңағы мысалы айтып отыр ғой, мына бас дәрігер ханым. 10 ұрықтың 100 адам тапсырса, 10-да ғана нормально ұрық шығады деп. Сол үшін ол үлкен проблема қазір. Мынау экоцентрлардың көбейіп жатқан себебі де сол. Бұл жерде тапсыратын жігіттердің бәрі жас жігіттер. 35 жастан жоғары ешкім ол жақта қабылдамайды. Яғни 18 жастан бастап 35 жасқа дейінгі жігіттердің бәрі жас жігіттер. Жақсы, қазір бізде бейне жазба, құрметті студия қонақтары, бірге тамашаласақ. Основной талаптарымыз бар, критерийларымыз. Жас жігіттер, жасы 35-тен аспаған, дені сау, балдары болғаны қолдаймыз, өзін туған дені сау балдары. Енді анализдер зерттеу бойынша қарағаннан кейін бәрі сәйкес келу керек. Здоровый образ жизни дейміз енді, вредный привычкалар болмай, спортсмены, в общем, әртүрлі жігіттер келеді. Ұрық донорсты сперма айтсақ, онда бір порциясы 50 000-дай бізде вознаграждение дейміз. Алады, оны бірнеше тапсырады. Әрбір тапсырғанда сол 50 000-дай вознаграждение алады. Кемінде біз 4-5 рет тапсыртқызамыз. Тура солай, әйел адам ұрығын тапсырғанда тоже келіншектер жас болу керек. 35 жасқа дейін дейміз, енді жасырақтау аламыз. Дені сау, обязательно бала туған келіншектер болу керек. Бағалары әртүрлі болады. 300 000-нан бастап 500 000-ға дейін болуы мүмкін. Енді аталық ұрық тапсыру үшін, зерттеу үшін көп қаражат керек емес. Аталық ұрықты міне тапсырды, міне микроскоппен қарадық, жарайды ма, жарамайды ма шештік, ұрықтандыру болады ма, болмайды ма түсіндік. И ол түсінсек уже ер адамды біз зерттеп шығамыз. Әйел адамның ұрығын былай ала салып, қарай салуға болмайды. Оны ала салу үшін олы бірінші дайындау керек. Оны стимуляция өту керек. Стимуляция өтуге болады ма деп бірінші келіншек зерттеу керекпіз. Сосын ол стимуляция өту үшін келіншектер, донорлар почти 2 аптада стимуляция жейді. 10-12 күн укол алады күнделікте. Күнделікте УЗИмен қарап отырамыз. Өскеннен кейін ол ұрықтарды алу үшін наркоз беріп, кәдімгідей трансвагинальная пункция дейді, амбулаторный операция ретіменен аналықты алынады. Оның затратысы да көп, қиыншылығы да көп, әйел адам өзіне де нагрузка көп. Сондықтан осының бағасы сояқтың қымбаттырақ шығады. Енді в основном сол ақшаны табу үшін келеді, басқа мүмкіндік болмағасын. Мінекей, басқа мүмкіндік болмағаннан кейін ақшаны көздеп келетін азаматтарымыз бар екен, олардың санасына түйсігіне қалай жеткіземіз аға? Бұл кешіріңіз, сіздің ұрығыңыз ертең бүкіл елде, бүкіл әлемде жүруі мүмкін дегенді. Жоқ, енді біз мына мәселеге Майра сұрағыңыз өте орынды. Дегенмен мен жаңағы уролог мырзаныкін айтайықшы. Уролог мырза емес, бәріміздің әңгімемізге қатысты. Еркектің ұрығы нашарлап баратыр, жылдан жылға қуаты кеміп баратыр, азайып баратыр, мықты еркектер азайып баратыр. Біз осы себептен аламыз да экоцентрлерді көбейтіп жатырмыз, өйткені сұраныс көп. Біз неге еркектің жаңағы ұрығының төмендеуі осы жағдаймен күреспеске, еркектің ұрығы не үшін төмендеп бара жатыр? Өйткені қазіргі экологиялық жағдай бар, басқа бар, көшедегі жалаңаш, жартылай жалаңаш қыздар, неше түрлі анайы нәрселердің бәріне қарай бергеннен еркектің көзінің нұрынан жаңағы шахуат оянады. Шахуат оянғаннан кейін ол жүзеге аспаса, ол төменділікке алып барады. Еркекті құртатын нәрсе сол. Дінімізде иман келтіргендер көздеріңді төмен салыңдар дейді. Еркектердің қуатының кеміп бара жатқаны кім болса соған жан-жақтағы әйел адамдардың бәріне алақ-жұлақ қарап, бәріне нәпсі көзбен қарағаннан болады. Сондықтан да біз еркектер көзімізді тиятын болсақ, ұрығымыз күшейеді, қуатымыз күшейеді, мықты еркек боламыз. Сондықтан да жан-жақтан осы себепті біз салдармен күресеміз де үнемі. Себеппен күреспейміз де, еркектер не үшін әлсіреп жатыр? Еркектердің мықты қылу үшін не керек?
спортпен айналысу керек па, басқа ма? Мысалы, әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер дейміз. Әкелері балаларды қайда беріп жатыр? Спортқа берсе, еркекте кез келген залға барып, күрес бола ма, бокс бола ма, қандай спортпен айналса, бойында еркектік гормондар бөлінеді, ол күшейеді, өзін еркек сезінеді. Ал әлсіз биге, бірдеңкеге, сірдеңкеге майысқан қаз барлық жерде әйелдер тәрбиелеп жатыр балаларымыздың бәрін. Садикке барады, әйелдер тәрбиелейді, мектепке барады, мұғалімдердің бәрі әйелдер, мектеп директорының бәрі әйелдер, университетке барады, бәрі әйелдер, айналаның бәрі әйелдер тәрбиелеп жатқаннан кейін еркектер әлсіреп жатыр. Рас, еркектер әлсіреп жатырмыз. Себеп қайда? Осыны неге түземеске? Осындай себептерге бармаймыздағы, келемізде осындай проблема. Енді проблема болады ол. Проблема адам болғасын, адам бар жерде проблема бар. Үлкен пайғамбарлардың басында проблема болған. Адам ата әке шешесі дүниеге келді. Иса пайғамбар Мәриямның құрсағына Алла тағала үрлеп, рухын үрлеп, Иса келді. Қартайған шағында Ибрахим пайғамбар 80-нен асқаннан кейін балалы болды. Закария пайғамбарға Алла тағала Яхия деген ұлды қартайған шағында берді. Алла берем десе қартайған адамға да береді. Бірақ біз сабырмен, дұғамен соны күтпей, әртүрлі асығыстық бір шешімдерге барамыз. Оның арты үлкен өкініштерге әкелуі мүмкін. Біз білмейміз ғой. Алла тағала қазақ айтады, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер дейді. Алла тағала саналы, тәрбиелі, иманды, жақсы, сені жәннатқа кіргізетін ізге ұрпақ беру үшін біз Алладан дұға жасап, күнәдан тыйылып, әйелімізге мейіріммен қарап, басқа зинадан, басқадан жаңағы ұрықтардың несі жарамай жатыр. Өйткені көптеген жаңағы ұрықта әртүрлі жаман нәрселер отыр. Жыныстық қатынастан жұққан вирустар, басқа. Яғни осындай өмірді тоқтату керек. Байланыста көрермен бар екен, қосайықшы, сәлеметсіз бе? Токиоға шақырып аласыңдар да 5 минут сөйлетесіңдер. Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Құлағымыз сізде. Сәлеметсіздер ма? Менің жасым 38-де, мына тақырыптар өте жақсы қозғалып отыр. Мынандай нәрсе ғой, ішімдегі сұрақ еді, как раз. Мен досым бар, өзімнің басым бос, біз кішкентай кезімізден бастап доспыз екеуміз. Ол үйленіп кетті, бірақ та сол досымнан менің бала сүйгіңіз келеді. Осы жағдайда мен не істеуім керек? Ол үйленіп кетті, некелі жары бар, иә? Келмейді. Қалай істесем болады екен, соған. Өзіңіз тұрмыста емессіз? Кеңес берсеңіздер жақсы болар еді. Басым бос деді, өзім жақсы көрген, сүйген азаматым үйленіп кетті деді. Жанерке ханым, бұл енді қазіргі осы телевизорде айтатын жағдай емес, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне келуіңіз қажет. Өйткені отбасылы, ерлі зайыптылы неден енді ерлі зайыптан оны донорлық ұрықты разрешение бермейінше ол болмайды. Сондықтан да бұл жерде сізге жолдасыңызды алып келіңіз, сосын жасап береміз деп айта алмаймыз. Құрметті ағалар, мінекей, жас қыздар осындай әңгімені айтып отыр. Демек, ой бар, ниет бар. Қазір әке-шешесі айтып отыр, күйеуге тимесең біреуден ту басаш дегенде әке-шешелер айтып отыр. Не то, что жас қыздар. Енді ол әлеуметтік бедеулік. Бүгінгі біздің өкінішке орай 21 ғасырда қыздарымыздың ішінде кездесетін, ол карьера істеді, ол үй істеді. Ол қиын, мынау Советский Союздың құрған замандағы қыз келіншектеріміз 70-80 жылғы арасында туған қыздарымыз осындай кезге ұшырады. Олар кінәлі емес, соның ішінде мен де 93 жылы Советский Союз құрған кезде біз институтта оқығанбыз. Сол өмір өкінішке орай біз өзіміз үй салу керек, бәлен бол, сондықтан да осындай қыз келіншектер қазір көп. Ол қоғамдық әлеуметтік бедеулік. Оған біз кінәлі емеспіз. Бірақ сіздің айтқаныңыздың ішінде мынау депутат мырза отырғандықтан өте жақсы сөз айттыңыз. Мынау жас балаларымызды, қыздарымызды, оқушы қыз балаларымызды дұрыс тәрбиелеуге үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан көңіл бөлу қажет. Мен бұны тоже айтам. Мынау әкімшілік тұрғысынан, мынау қанша спорт сарайлары бар Астанада, бәрі бос тұр. Көп баласы бар әйелдер, оқушы балаларға неге тегін соған бермеушілікке құдайым-ау сол. Біздің еліміздің соған неге соған қаражаты бөлінбейді? Әзір аулан бәрін қарасаңыз, бәрі соғып келіп жатыр. Бүкіл ауылда да, енді қараңыз, біздің Нұр Отан партиясының бағдарламасында тіптен шалғайда жатқан ауылдың бәрінде спорт комплекстерін соғу қарастырылған. Енді мына қалған бір өзекті ауылдардың ішінде, аула ішінде қалған бәрі спорт комплекс соғылып жатыр. Тегін аулада ойнай берсін. Бәрі бос тұр.
Неге енді балашаға двордағы шыққан балдар шығып ойнап жатыр ғой. Жалғастырамыз құрметті бұл пікірталасты. Қоғам пікірі қашанда екі бөлек. Бір әркімнің өз қалау десе, енді бір болашақта төнетін қауіптің алдын алу керек деседі. Елімізге ұрықтың бірыңғай базасын құру керек пе? Жауабын жарнамадан кейін қарастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тікелей эфирде айтарым бар. Біз бүгін сатылымға түскен ұрық жайлы айтып отырмыз. Елімізге ұрықтың бірыңғай базасы қаншалықты қажет? Осы сұрақты студия сарапшыларымен бірге талдап көрейік. Алдымен бейне жазбаға назар аударсақ. Бұл ұрық сақталатын лаборатория солай ма? Иә, бұл бізде крио қойма. Бұл жерде аталық ұрықта, аналық ұрықта және де дайын эмбрионда белгілі бір жағдайда сақталады. Сіздердің алдарыңызда көріп тұрған дюар сосудтары деп аталады, дюар ыдыстары. Бұлар арнайы сұйық азотты құйғанға арналған. Бұлар герметичный. Сондықтан сұйық азоттың температурасы минус 196 градус. Минус 200 десек болады. Аталық ұрық, аналық ұрық және де эмбриондар осындай минус 200 градуста сақталады. Минус 200 градуста клеточный обмен дейді, жаңағыдай обмен веществ тоқталып қалады. Тоқталып қалады. Сондықтан эмбрионда теория жүзінде 200 жылға дейін сақтауға болады. Алдыңыздағы көріп отқан манипуляциялар, бұл жаңағы бірінші биопсия трофага, дермы, оның жаңағы фиксациясы және мұнда разморозка болып жатыр. Бұл тек қана күнделікті эмбриологиядағы болатын манипуляциялардың бір ғана көрінісі ғана. Одан да көп бөлек, мысалы, поиск ooцитов болады, жаңағыдай ұрықтандыру процестері болады, мысалы. Оның ұрықтандырудың өзінің неше түрлі тәсілдері бар. Оған байланысты осы мына көріп отқандарыңыздай инверт микроскоп, микроманипуляторлармен арналған, мысалы, лазермен жабдықталған лабораторияның өзі, мысалы, clean room technology дейді, жаңағы таза бөлме технологиясымен жасалған. Мұнда ауа сыртқа одан мың-мыңдап есе таза. Және де қысы жазы біркелкі температураны ылғалдылықты ұстап тұрады. Оның бәрі осы эмбриондардың дұрыс өсуіне, болашақ сәбидің дүниеге келуіне жақсы әсерін тигізеді. Мінеке, құрметті студия қонақтары, қалай сақталатыны, қалай бабы жасалатынының барлығы айтылған, иә? Тыйым салу керек деп жатырмыз. Я, тыйым салу, бірақ бұл бар ғой, бұл жұмыс жасап жатыр. Сұраныс бар, ұсыныс бар, ол сұранысқа орай. Енді Бекболат Тілеухан ағамыз Қазақстан бойынша аталық және аналық ұрықтың бірыңғай базасын құруды ұсынған екен. Сіздің көзқарасыңызды білуге бола ма? Бірыңғай базалық дегенге мен оған қосылмаймын. Бірыңғай базалық деген. Өйткені ерлі-зайыптардың арасындағы екеуға қолдап жатырмыз, жетеді. Бірақ өз ұрығын қандай елде кеткен, саудалап кеткеніне мен қосыламаймын. Енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бұны қалай санаға жеткіземіз деп. Құрметті Қазақстан Республикасының азаматшалары. Ол кісілерге айтатын үлкен нәрсе. Елі үшін, жер үшін ата-бабамыз түрлі ғасырлардан өтті. Олар 7 атаға қараған кезде махаббат жырлары шықты, бір-біріне ғашық болғандар әндер шықты, солардың бәрін жақсылап тәрбиеледі. Олар шыдады, ұрпағын тіпті тендерет жеріп тұрып шыдады. Өйткені мұны сапалы ұрпақ қалдыру үшін. Енді бұл жерде тағы айтатын нәрсе. Біздің ел таңбасын қараңызшы. Ат пырақ тұр. Пырағымыз біздің өте таза. Ат ер адамның қанаты. Ал енді туымызда сұңқар қыран бүркіт тұр. Биікке ғана самға ұшпайды, тектілігімен қартайған кезде тышқанды ғана аулап отырмайды ол. Өз-өзін қанатынан айырып, өз-өзін өлтіре салады. Өйткені ол намысы мықты болғандықтан. Осы рух, осы тектілік, осы ата-бабадан берілген күш қайрат қайда кетті дейміз ғой, аға, сөзіңіз орынды. Бізде дәрігер маман отыр, жалпы себебі бұл әлеуметтік бедеуліктен шығып тұр. Әлеуметтік бедеулікті болдырмау үшін бала күннен, кішкентай сәби күннен медосмотрды жасау керек дедіңіз, иә? Осыған тоқталсақ. Уролог, андролог дәрігерлерді қосу керек. Міндетті түрде бала туылғаннан бастап ол несін жыныстық жолдары тексерілу керек. Себебі қазір туыла біткен аномалиялар өте көп.
ол определенный уақытын өткізіп алса, 1-2-3 жасқа дейін өткізіп алса, ол уже кеш болады. Ол балада міндетті түрде кейін бедеулік болады. Ұрықтың мүлдем болмауына дейін алып келуі мүмкін. Сол үшін уролог, андролог дәрігерлерге апарып тексерту керек. Уролог, андролог дәрігерлер медосмотрларға қосылу керек. Бірінші айлық медосмотр болады, жылдық медосмотр болады. Солардың ешқайсысында жоқ уролог дәрігерлер. Ол кезде көбінесе хирург дәрігерлер қарайды. Бізде қалай проблема ушыққан кезде дәрігер маман іздейді. Сол үшін ол нәрсеге ата-анасы жауапты болады. Баланы, өйткені ол бала білмейді ғой, ол өзі барып тексеріле алмайды. Сол үшін ата-анасы кішкентайынан бастап ол баланы көрсету керек. Ол өсіп кеткеннен кейін ол қанша көрсетсе де уже кеш болады. Артқа уже жол жоқ. Ол баланы қанша емдесе де емделмейтін кездер болады. Демек, проблеманың алдын алу, бала күннен бастап дәрігерлерден қорықпай, проблеманы күтпей, ауруды күтпей, барып қарату, емдету. Балғынбек мырза, сізде жаңа қосарыңыз. Мен айтайын, қосатыным депутат Сырым мырзаға жаңа тұлпар туралы айтты ғой. Біз тұлпардың өзін қанына, тегіне қараймыз да. Тегі неғұрлым текті болған сайын оның бағасы қымбат болады. Дәл сол сияқты иттің пародасында ең мықтылары қымбат болады. Әйтсе көшеде қаңғыған иттің құны 5 тиын. Тура сол сияқты мысықтың тұқымы, сол сияқты біздің ата-бабаларымыз 7 атаға дейін қыз алыспай мықты ұлтты қалыптастырды. Енді сол ең қымбат, сапалы жаңа конный заводтарда ұрықтарын бүйтіп дамытып отыр, будандастырып отыр, шығарған текті керемет ұлтты біз жоюға апара жатырмыз да, осы ұрықты сатып, не болса соны тудыру арқылы. Сондықтан да біз ел боламыз десең, бесігіңді түзе дейді, бесігіңді түзеу деген, ол бесігіңе кімнің жатқанына қара. Ол сенің балаң ба, қайдан шыққан бала, текті бала ма? Біз ол жарайды базада тұр, оның ұлты, түрі, шашының түсі, анау мен 7 балам бар, 7 түрлі. Ол қандай гарантия оның сондай сұлу болатынына, күшті болатынына, мықты болатынына, оның ар жағында ұры болды ма, кісі өлтірді ма, ол жазылмайды ғой. Білмейміз ғой, қанда келе жатқан, ата-бабадан келе жатқан бір текті дейді. Мынау бәленбай, ол ұрылар, олар мыналар кісі өлтіргендер, мыналар барымташылар, олар тұқыммен мынандай суайттар, өтірікшілер, бақсылар, құшынаштар деген сияқты нәрселер көп. Ал базада ондай нәрсе біз білмейміз. Сол 50 мың теңгені көздеп, сол клиникаға бара жатқан азаматтарға біз түйсігіне жет алдық деген ойдамыз аға. Жақсы, қосып жіберсін. Сөзсіз әрине біздің текті халықпыз, біз ұрпағымыз, азаматтарымыз білекті, кәдімгідей тарихымызда бай. Әрине ол жақсы. Сәбиде бақытты отбасында, екі тараптың болған ортасында болған дұрыс. Бірақ жалғыз бастыларға, мысалы 18 жасқа босанып қалып, жетімдер балдардың арасында кетіп қалған балдарда да бар. О жерге келгенде жаңағыдай нелерімізді, тектіліктерімізді таныталмай қаламыз да, аңсаған келгенде балаға алғанды түсінікті. Сондайға да рұқсат беріп, бір шектеумен ба, әлде бір немен заңдылыққа қатайтып тастаса деген ой. Ұрықтың сөредегі затқа ұқсап, сатылымға түскен әрине қынжылтады, бірақ оның пайдалы тұстары да бар болса, мамандар кеңесіне жүгініп барып қана қадам жасаған дұрыс. Таңда өз еркіңізде. Бүгінге осы аман сау болыңыздар. Ұрпағыңыз көп болсын.